Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар. Бүгін осындай өте керемет үлпілдеп тұратын бауырсақ пісіреміз. Осы бауырсақты міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі мен осы бауырсақты 4 жыл бойы клиенттеріме тапсырысқа жасап келдім. Өте керемет болып шығады. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бауырсаққа керек заттар: ұн, жылы су, және де жылы сүт, майонез, дрожж, қант және де тұз керек болады. Ең алдымен жылы суымызды және де сүтімізді араластырамыз. Кейін оның үстіне дрожжды, қантты және де тұзымызды араластырып, 15 минут бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің сұйық массамыз кішкене көтеріледі. Енді оның үстіне майонезді және де ұнды қосып, қолымызға жабысатындай қамыр илейміз. Ұнымызды өз мөлшерінен көп қоспаймыз, және де екіге бөліп қосамыз. Егер де сіз көп мөлшерде ұн қосып жіберсеңіз, онда бауырсақ қатты болып қалады және де үлпілдемейді. Егер де өз мөлшерімен қосып, қолымызға жабысатындай қамыр илейтін болсақ, онда өте керемет жұмсақ мақтадай болып шығады. Қамырымыз қолымызға қатты жабысып жатса, онымен осылай кішкене сұйық май қосып, жақсылап илеп жібереміз. Кейін осы қамырымыздың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз жылы жерге. Міне біздің қамырымыз осындай керемет болып көтерілді. Енді ұн сеуіп, қатты жұқа етпей жаямыз. Ұнымызды көбірек сеуіп, қамырдың астына және де үстіне жақсылап сеуіп, одан кейін қамырымызды осылай жаюды бастаймыз. Қамырымыздың қалыңдығы 2-3 см қалыңдықта болу керек. Егер де қатты жұқа болып кетсе, онда бауырсағымыз көтерілмей қалады. Енді қамырымызды осындай кескішпен кесіп шығамыз. Егер де сізде дәл осындай кесетін болмаса, онда стаканмен немесе кесемен кесуге болады. Кейін бауырсағымызды осындай ыдыстың үстіне орамал төсеп, кейін осы бауырсақтарымыздың арасын алшақтатып, барлығын тізіп шығамыз. Және де осы тізілген бауырсақтардың үстін тағы да орамалмен жауып, 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. 15 минут көтерілген бауырсағымызды осылай қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Және де осы майды бауырсақтың үстіне дәл видеодағындай шашыратсаңыз, беті көтеріліп, әдемі болып піседі. Міне біздің бауырсағымыз өте керемет қып-қызыл болып пісті. Егер де видео ұнаса, онда лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.